Армысыз ағайын, өздеріңіз білесіздер, апта сайын біз дос көшім Расул Жұмалы және мен Әміржан Қосанов жаңа Қазақстан жобасында аптаның елеулі оқиғаларына баға беріп қорытынды жасаймыз. Міне біз осы бүгінгі жұма күнге осы жоспарлаған едік, бірақ баршамызда қазір бүкіл қазақ елі болып, қазаққа жанашыр басқа да ұлттар мен ұлыстар болып, адамзат болып, үлкен ғаламдық сипаты бар бір қайғыға душар болып отырмыз. Өйткені біздің ағайын бүгін Алматы маңындағы ұшақ апатынан, Бек Эйр әуе компаниясының Фоккер ұшағынан апаты болып орын алып, бүкіл қазаққа төбеге жай түскендей мына бүкіл жаңа жылдық көңіл күйдің бәрін жоғалтып, бір-біріне көңіл айтып жатыр. Сондықтан біз де елімізге, жұртымызға, халқымызға, барша осы қаза тапқан, зардап шегіп жатқан, қиналып жатқан барлық ағайынға өзіміздің көңілімізді айтамыз, қолдауымызды, қол ұшын беруге дайын екенімізді айтамыз. Меніңше осы оқиға, доске Расул, біздің арнайы хабар жасап, шұғыл түрде жалпы осы апат неден орын алды, бұның себебі не? Жай ғана Фоккер деген бір ұшақтың техникалық параметрлері ме, немесе ұшқыш пилоттардың бір әрекеті ме, болмаса ауа райы ма, басқасы ма, әлде бұның артында жалқы нәрседен біз жалпы түйінуіміз керек пе? Біз екі-ақ нәрсе айтайын осы талқының алдында. Жақында осы Бек Эйрмен мен Астанаға барып қайттым, бір ағайындардың шаруасымен. Сол Бек Эйр, сол Фоккер. Сосын жасыратын жоқ, билет алғанда біз арзан іздедік. Анау Эйр Астаналар қымбаттау екен, басқа компания, соны жасыратын жоқ. Жолдасымыз екеуміз қайсысы арзандау деген соны алдық. Ол арзандау дегеннің артында бір жағынан халықтың әлеуметтік жағдайы. Өйткені бәріміздің де жалақымызға қарап, табысымызға қарап билет аламыз, ұшу-ұшпауды ойланамыз, пойызбен барамыз ба деп. Екіншіде меніңше сол мына әуе паркінің ескі құсқылығы жатқан сияқты. Өйткені арзанның, білесіз ғой, майы татымайтын, сол сияқты арзанның ар жағында қауіп жатыр, қатер жатыр, үлкен бір осындай апат жатыр, Құдай басқа бермесін. Сондықтан осының жалпы бұл жерде мен өз басым, жеке бір компанияны, немесе жеке бір ұшақты айтқым келмейді. Жалпы қоғамда орын алған осы әуе қатынасы стратегиялық маңызы бар. Бейбіт кезде де, Құдай басқа бермесін, соғыс кезінде де маңызы бар салада не болып жатыр өзі? Біз осында олигархтардың қойылына беріп қойған жоқпыз ба? Монополияландырып жіберіп, баға саясатына әсер етілмей қалдық па? Неге ескі құсқы ұшақтармен біздің қазіргі 21 ғасырда рухани жаңғырып атқан біздің халқымыз неге әуе паркін жаңғырта алмайды деген сондай сұрақтар бар. Оның артында кез келген азамат ол потенциалды клиент әуе компанияның, оның билетін сатып алады, соның қызметін пайдаланатын, оның құқы қандай, олардың қандай қақы бар. Жәнті енді жаман айтпай жақсы жоқ дейді, осындайда қаржы жағында айту керек сияқты. Өйткені шетелдік апаттар болып жатқан кезде қомақты қаржы беріп, ана отбасын әрине қайғыны $1 миллион да жаба алмайды. Бірақ соның өзінде де адам ұялмайтындай көмек беріп, қол ұшын беріп, авиакомпаниялар кешірім сұрап, ел алдына шығып жатады. Неге біз осындай жағдайға жетті деген тақырыпты біз қазір халқымызға осымен ой бөліссек? Меніңше былайда жазымыштан озмыш жоқ дейді ғой қазақ. Бәріміз ұшамыз, бәрімізге де белгілі дейді, тәуекел бар, бәрімізде де белгілі бір қауіптің астында жүрміз ғой. Бірақ дегенмен жеке бір компанияларды айтпайық дегенмен де, менің ойымша белгілі бір заңдылықтар бар сияқты да. Осындай ескірген, не болмаса, басқа елдерден шығарылып, біздерге пайда табу үшін алынған самолеті бар компаниялар бізде халықтың аузында бар олар, өкінішке орай да. Және мына Эйр Астана сияқты үлкен компаниялар үлкен билет керек, ақшаны көбірек неткенмен, мыналар сондай бір белгілі түрде адамға сенім білдіре алмайтын машиналар дейміз ба, самолеттер дейміз, жиналатын компаниялардың бар екені рас. Сондықтан менің ойымша бұл жерде жеке компания, қазір енді комиссия құрылды деп жатыр ғой. Бұл тек қана бір апат емес, менің ойымша осындай бірнеше қауіпті жағдайлар болды. Демек, осының бәріне бір қорытынды жасап, белгілі бір компанияларға осындай бір ескі самолеттерді әйтпесе
техникалық бір байқаудан өте алмайған нәрселерді бармақ басты қол үстіме жіберіп отырған компаниялардың да бар екенін біз білуіміз керек. Менің ойымша бұл комиссияда осы мәселенің де бірдемесін шығаратын шығар. Сондықтан жеке де бір компанияларға шүйлігіп, қарап, тексеретіндегі жағдай менің ойымша келіп жатыр. Енді Алматыдан Астанаға ұшқан ұшақ қой, БКР компаниясының 93 жолаушы болыпты. 5 экипаж мүшелері болған екен. Әзірше алдын ала келіп жатқан ақпарат бойынша 15 адам қаза болыпты. Көптеген адам жарақат алған. Енді ең алдымен осы апаттың құрбандарына шын мәнісінде қайғыра көңіл айтамыз. Қазір Алматы әуежайында кризистік орталық ашылған. Енді осы орталық мейлінше дер кезінде әділ ашық ақпаратты таратып отырса деген мәселе. Екіншіден, енді қазір осы жарақат алған азаматтарға көмек мәселесін ұйымдастыруды тиісті дәрежеде өтсе хабарландыру жеткізіп қояйық. Қазір Алматыда Бұқар Жырау көшесіндегі қан орталығында қан жинау болып жатыр. Соған мүмкіндігі бар азаматтар барып өздерінің үлесін тигізсе дұрыс болар еді деген мәселе. Енді осындай қайғы қасіретте ұлт болып бірігіп, мүмкіндігінше бір тек қана қан құю ғана емес, бір көмек жасап, қаржылай ма немесе заттай ма. Мынау психоаналитика деген нәрсе бар, сол аман қалған азаматтарға психологиялық тұрғыдан бір көмек көрсететін. Енді осы қасіреттің алдын алуға болар ма деген ең негізгі мәселе ғой, неліктен болды деген. Меніңше бұл жай кездейсоқ оқиға емес, өкінішке орай бірінші рет болып отырған жағдай емес бұл. Естеріңізде болса 2013 жылы Скат әуе компаниясының ұшағы осы Алматының қасында келіп Көкшетаудан келе жатқан жерінен құлады. Көптеген азаматтар сол жерде толықтай экипаж мүшелерімен бірге қаза тапты. 2016 жылы дәл сол БКР компаниясының ұшағы Қызылордадан Астанаға бара жатқан апатты жағдайда шассисіз қонды. Енді барлығы аман қалды. Бірақ сол оқиғалардан біз сабақ алдық па деген мәселе ғой, неліктен қайталана береді. Рас, басқа да мемлекеттерде болып тұрады. Бізде бірақ жиілігі әлдеқайда артық, әлдеқайда көп. Және содан біз сабақ алып отырмыз ба? Әсіресе мынау ескі қалған құтқан ұшақтар деп кеттіңіз. Олар белгілі бір тексерістен өту керек. Әрбір ұшып шығудың алдында тиісті тексеруші мекемелер болады. Оның ішінде көлік министрлігінің өкілдіктері, азаматтық авиация комитеті, барлығын бүге-шүгесіне дейін қосалқы бөлшектері тағысын тағы. Жаңағы апаттық жағдайларда осындай мәселелер болды. Олар тиісті дәрежеде қаралған жоқ. Яғни бұл жерде менің ойымша мәселе тек қана жаңағыдай билеттердің қымбатшылығы, ескі қалған құтқан ұшақтарды алып келумен қатар осындай үш негізгі себебі бар. Меніңше бүгінгі апаттың енді нақты себептері анықтала жатар, бірақ негізінен алғанда меніңше бұл жауапсыздық, бұл ашкөздік және жемқорлық. Жемқорлық себебі қандай жағдайда жаңағыдай ескі машиналар келіп сатылып алады, немесе лизингке алынады. Оларға кім рұқсат береді деген мәселе. Неліктен осы мәселелер жабық есік жағдайында қабылданады деген дүниелер. Және қазір де соның біз белгілі бір жалғасын көріп отырмыз. Басқасының былай қойғанда осы 2019 жылы естеріңізде болса, мынау Ресейде апатқа ұшыраған көптеген эксперттер ұшып жүретін табыт деп санайтын Суперджет 100 деген ұшағы бар. Ресейдің өзінің аэрофлоты, Трансаэрасы бас тартып жатқан. Сол ұшақтарды, ұшақ-сымақтарды Қазақстан үкіметі сатып алмақ екен. Сол жайында келіссөздер әлі жүргізіліп жатыр. Неліктен деген мәселе. Және ең сорақысы бұл келісімдердің, бұл келіссөздердің ардында тұрғаны Ресей тарапы, мынау Еуразиялық экономикалық одақ арқылы Қазақстанға мынау дамыған, дұрыс, заманауи Боинг және Airbus ұшақтарына үлкен салық салмақшы екен. Біз үшін сатып алуға сондай дұрыс ұшақтарды қолымызды бұрап тұрып мүмкіндік бермейді де, сол арқылы мәжбүрлеп тұрып жаңағы өздерінің өтпей жатқан суперджетін сатпақшы. Бұл да үлкен мәселе. Және осы келіссөздер жүргізіп отырған. Қазақстанды осындай Ресейге тәуелді етіп қойған, Еуразиялық одаққа кезінде енгізіп қойған біздің шенділерге дұғай сәлем. Осы мәселелерді қауіпсіздік мәселесін екінші орынға қойып, өзінің азаматтарының өмір мәселесін екінші кезекте қарастырып, бірінші кезекте түсініксіз интеграция, түсініксіз бір қаржы көздерін табу сияқты мәселелер меніңше. Мен бір-екі мәселе қосып берейін осы жерде. Біріншіден, жаңағы не дейміз,
шетелден самолет сатып алу болсын, басқа заттар сатып алу болсын, біздің заңымыз бойынша міндетті түрде тендер болу керек. Естеріңізде шығар, мысалы Ақтауда атом электр станциясын саламыз деген уақытта шу көтеріп, сол жаққа біздер барып қоғамдық тыңдау өткіздік та, сол уақыттарда сұрап қарасақ, берейін деп жатқан реактор бұл Ресейдің реакторы. Сол уақыттарда жақсы мамандар айтты, дәл осындай реактор Канадада бар, Германияда бар, Жапонияда бар. Олар арзан және олардың жаңағы не дейміз, қауіпсіздігі өте жоғары. Сапасы да. Неліктен біз Ресейден аламыз десек, бұл біріккен кәсіпорын құрып деген сылтауларменен бүйтіп айналып келіп, өткен жолы Путинді айтты ғой, мысалы, атом электр станциясы салатын болсаңдар, біз сіздерге деген сияқты мәселе. Сонда біз өзіміздің шығарған заңымызды өзіміз бұзып тұрмыз да. Жаңағы самолетте осыған келеді. Енді екінші бір мәселе, жаңа сен айтып кеттің, $1 миллион берсе де ол адамның өмірі одан әр уақытта жоғары тұрады ғой. Дегенмен, неліктен осындай апат кезінде әрбір Қазақстанның азаматы қаза болған уақыттарда мемлекет міндетті түрде белгілі бір өтемақыны нақтылап қоймайды. Әркім өзінше, біреулер айтады, мысалы осындай ақ береміз, біреулер оның месесіне үкімет та қосады, енді рахмет оларына. Не облыста керек десеңіздер қосады, өзіміз бәріміз білеміз ғой, асарымыз қазақпыз бәріміз. Бірақ дегенмен ойынша нақты міндетті түрде бір үлкен қомақты ақша берілу керек. Әңгіме ол жаңағы отбасы қайтыс болған адамның алып соған көңілінің толуында емес. Бұл мәселе былай. Жаңағы авиакомпания үлкен шығынға ұшырауы керек. Үлкен ақшаны беріп, керек десеңіздер банкротқа ұшырайтындай жағдайда болу керек. Өйткені әрбір жаңағы қазір қайтыс болған 15 деп жатырмыз. Құдай осы менен тоқтатсын, мен қорқып отыратым, біз мынау хабарымыз бітіп кешке шыққанға дейін, ол мүмкін 20-30-ға барып қалуы мүмкін. Бұлардың бәріне кінәлі, ойбай, бір кездейсоқтық оқиға емес қой. Бұның бәріне кінәлінің ең бірінші авиакомпанияның мойнында. Демек, мен ойымша мемлекет осы жерден нақты осындай апаттарда мейлі ол пойыз болсын, міндетті түрде болатын төлемақы нақтыланып берілу керек. Енді жарамсыз ұшақтарға қайтып оралсақ, осы жылда тағы жүргізіп жатқан бір келіссөз басқа ұшақтарға қатысты. Бұл Boeing 337 Max деген ұшақ бойынша біздің мекемелер, оның ішінде Air Астана компаниясы тиісті келіссөздер жүргізіп жатыр екен. Жаңағы 15 ұшақты сатып алу, 15-ні лизингке, яғни арендаға алу сияқты мәселелер. Бірақ дәл осы 2019 жылы жаңағы ұшақтың моделімен екі үлкен апат болды. Бірі Эфиопияда, бірі Индонезияда. Әр жағдайда 200-ден астам адам қаза болды. Бүкіл әлем, бүкіл компаниялар бас тартып жатқан осы ұшақты қазір Air Астана компаниясы сол үнемдеп, ең алдымен қауіпсіздік мәселелеріне үнемдеп сатып алмақшы. Қайта неліктен бұл келіссөздер жүргізіп жатыр? Неліктен олар тоқтатпайды? Неліктен шынымен жарамды сапалы мәселелерді бірінші кезекте қарастырмайды деген мәселе ғой. Енді жаңағы айтқан өтемі немесе компенсация мәселесіне мен кішкене нақтырақ тоқталғым келеді. Бұл мәселелерді көтеруге әрбір азамат, жолаушы, оның туыстары хақылы. Бұл әлемдік практика. Бірақ соны жылы жауып қою мәселесі, жаңа 2010 жылы Скат әуекомпаниясының ұшағы құлағанда тиісті тергеу жұмыстары болды. Бірақ нәтижесінде бұған компания кінәлі емес. Бұған жаңағыдай ресми мекемелер кінәлі емес. Тек қана жаңағы ұшақтың пилоты кінәлі болып шықты. Жаңағыда есіне танып қалды ма, екінші пилоты уақыты тимепті, қол тимепті, басқа мәселелермен араласып. Солар кінәлі болып шықты. Соларға барлығын жаба салды мәселені. Бек Эйрдің компаниясы жаңағы ұшағы шассис қонғанда да ұқсас жағдай болды. Бұл жаңағы өндірушінің өзінің қосалқы бөлшегінде жіберген ақауы дегендей. Қайта әуекомпания сүттен ақ судан таза болып шықты. Бұларды бүркемелеп отырған кімдер? Енді компенсация. Компенсация жаңағы Скаттың өзі соттасып жүріп, 20 шақты жаңағы құрбаны болды. Соларға барлығына бірге бергені өтемақысы соттасып жүріп 80 миллион теңге. 80 миллион теңге ешбір сын көтермейтін жағдай. Және сот бұл жағдайда Скат компаниясының жағына шықты. Халықтың, азаматтардың емес. Бір ғана мысал келтіре кетейін. Осыдан бірнеше жыл бұрын ресейлік, тіпті шетелдік емес, алыстағы өркениетті мемлекет, Ресейдің ұшағы Синай түбегінде құлағанда әрбір жолаушыға $1 миллион өндірілген компенсация. Я болмаса кезінде Британияның Боингы Ливияның терроршылары атып түсіргенде әрбір жолаушыға шамамен $10 миллион төлеген. Бұл мәселе оның жаңағыдай адам өмірін компенсациялау ғана емес. Бұл енді адам өмірі қалай болғанда да не ғой? Әлдеқайда құнды ғой. Бірақ біріншіден осындай айырмашылықта британиялықтардың өмірі $10 миллион бағаланады екен, біздегісі 2-3 миллион теңгемен шектеледі екен.
бұл қай жағынан, қай моралдық жағынан бұны түсінуге болады. Екіншісі, келісем дос ағамен, бұл тек қана компенсация емес, бұл белгілі бір дәрежеде сол әуе компанияға тағылатын айыппұл, қауіпсіздік мәселелеріне келгенде үнемдемеңіздер. Үнемдейтін болсаңыздар, оның шығыны 100 есе, 1000 есе көп болады. Сондықтан ең алдымен осы апат болмау үшін соны бірінші приоритет жасаңыздар. Бізде әлі күнге шейін ол жоқ. Жаңағыдай тергеу орындары осы жағдай қазіргі қасіретте бұл жағдай қайталана ма деп қорқам. Әуе компания кінәлі болып шықпайтын, жекелеген бір адамдарға кінәні пилотқа тағатын осындай жағдай бола ма деп қорқам. Бұл жағдай қайталанатын болса, бұдан кейін осындай апаттардың болмасына кім кепіл деген мәселе. Мен сіздердің сөзіңізге бір екі нәрсе қосқым келеді. Меніңше осы 30 жыл билікті сынап келе жатырмыз ғой. Мен өз басым. Мен түсінгенім әр нәрсенің артында саясат тұрды. Бір саясат былай. Бізде жасыратын несі бар? Әрбір әуе компаниясының артында біреу тұр. Фамилиясы белгілі, ықпалды, олигарх па, әлде үлкен қызметтегі адам ба, қызметте болған адам ба, әйтеуір сол біз тырнақ шашында элита дейміз ғой, сол элитаның өкілдері тұр. Сондықтан әуе компаниялардың сотта жеңетіні, сондықтан сол әуе компаниялардың жаңағыдай сіз айтқанда үлкен шығынша жаңағы биліктің маңайында жүрген, биліктегі адамның жеке басына, жеке шотына салмақ түсетіндіктен олар жеңіліп жатыр. Ол бір. Меніңше сол монополизацияны, монополияландыруды біз қарауымыз керек сияқты. Сол әуе компаниялары қалай құрылып жатыр? Мен осы жерде жеке банктермен бір параллель жасағым келеді. Мәселен, жеке банктердің артында да біздің белгілі адамдар тұр, белгілі отбасылар тұр, белгілі тұлғалар тұр. Солар бір бәлеге ұшырап қалса, миллиардтаған қаржы бөлінеді. Неліктен біз осы соңғы 2007 жылғы кризистен кейін 20 миллиард долларды соларға береміз, ал неге біз аяққа тұрып жатқан, өркениетті түрде құрылған, отандық жеке бизнестер өздерінше осы әуе қатынас саласына келіп жатса, соларға біз неге қолжетімді кредит бермейміз? Неге қолжетімді лизингке ақша бермейміз? Ол енді қайтарылады ғой ертең бизнеспен. Сол арқылы неге біз осы жерде бейтараптандырмаймыз? Неге біз әуе қатынасына диверсификация жасамаймыз? Неге біз жаңағы 2-3 компанияға телініп қаламыз? Ішіндегі орны бөлек Эйр Астана, яғни мықты мемлекеттік қаржыны алып жатыр, мемлекеттік қолдауды алып жатыр да, сондықтан қасындағы амалсыздан жаңағы компаниялар, олар да бір ағайын апатқа ұшырасын демейтін шығар, олар да амалсыздан аналарға демпинг жасаймыз деп, жаңағы клиенттер үшін күресіп жүріп, сондай ескі құсқы жаңағы ұшақтарды алады. Ең соңғы мәселе жаңағы өзімнің тарапымнан зерттеу, тергеу керек деп жатырмыз ғой. Неліктен осындай резонансты бүкіл халықты қайғыға салған, бүкіл әр қазақ қазір уайымдап жатқан осындай резонансты апатты неге тек қана шенеуніктер, белгілі бір әуе саласының мамандары ғана тексереді? Неге оған қоғамның өкілдері кірмейді? Азаматтық қоғам өкілдері неге кірмейді? Неге олар сол жерде отырып жаңағы қарапайым сол құрбандардың, жарақат алғандардың мүддесін қолдамайды? Әйтпесе қарға қарғаның көзін шұқымайды. Ертең мемлекеттік, 2-3 мемлекеттік орган ортақ бір компромиске келіп, бәлкім басқа біреуді кінәлі қылып жасап жіберіп, баяғы Жаңаөзендегі не дейді, оқиғаны прокуратура бір ай тексеріп комиссия құрды ғой, сөйтіп шығарды ғой, неге оқ атқандарының бәрін. Оның ішінің бәрін қарасаң тек қана сол оқ атқандарды ақтап алуға байланысты. Жаңағы бас прокурордың өзінің жазған несі бойынша да. Сол сияқты ғой, әркім жаңа өздерінің мүддесін қолдайтындар бар, бірақ оның ішіне жаңа азаматтық қоғам өкілдері, журналистер кіріп, сол комиссияның бүкіл жұмысына қатысып, бірге істесе, сол уақыттарда мен ойымша шындықтың бір шеті ашылады. Енді тағы бір мәселе, монополия дедіңіз ғой. Меніңше осы монополияны тоқтату керек, әуе тасымал саласында да. Себебі жаңа билеттер қымбат дедіңіз, шынымен удай қымбат. Эйр Астананыкі одан сәл арзандау болар, бірақ Бек Эйрдікі, я болмаса Скаттікі, мысалы Еуропаның өркениетті мемлекеттерімен салыстырғанда еселеп қымбат. Және сол монополияда бұлар сатып алсаң да, сатып алмасаң да аласың дегендей. Басқа әуе тасымалы жоқ бізде. Кейбіреуін қайтара да алмайсың. Кейбіреуін мысалы билетті қайтара алмайсың. Бұндай билеттер еш жерде салынбайды. Яғни тексеруші мекемелер осы тәртіптерді орнататын үкімет, я болмаса көлік министрлігі ең алдымен компаниялардың жағына шығады да, жолаушылардың, азаматтардың мүдделерінің құқықтарын қорғамайды. Я болмаса Алматы әуежайына кіріңіз. Ол жерде автотұрақ, кәдімгі автотұрақтан шамамен 10 есе қымбат.
қойсаң да қоймасаң да қоясың дегендей мәселе. Иә, оларды тайраңдатып қойған, оларға осындай лауазымды беріп қойған кімдер? Қайта айналып келгенде саясат өзіміздің үкімет деген мәселе. Сондықтан меніңше осы қасірет болсын, басқа да осындай бір былықтар болсын, билік кеште болса азаматтардың жағына шығу керек. Жекелеген олигархтар емес, сол компаниялардың акционерлері емес, азаматтардың жағына шығу керек. Ертелі мен кешпе осы жағдай болмайтын болса, меніңше жаңағыдай қасіреттер, жауапсыздық қайталана беретін хақ. Енді не дейміз, тағы да жаңағы қаза болғандардың туған туысқандарына иманды болсын дейік, көңіл айтайық. Еш уақыттарда бұндай қайғылы оқиға еш жерде, Қазақстан болсын, әлемде қайталанбасын. Ол үшін жаңағы осы айтқан әңгімеміз белгілі бір ой түрткі бола ма жоғарыдағыларға, халыққа деп осы хабарымызды аяқтаймыз. Мен қосарым Доске былай, бізде жалпы өркениетті, қалай еді жаңағы, өркениетті бір дәстүр қалыптасу керек. Осындай бүкіл қоғамды дүрсілтіндірген оқиғаларды мемлекеттік, ұлттық арналарда талқылау керек. Ешқандай әбестігі жоқ. Отырып алып, мамандар бағасын беріп жатса, тәуелсіз сарапшылар сөйлеп жатса, біз енді қазір әуе қатынасын маман емеспіз ғой, біз жалпы қоғамдық тұрғыдан, саяси тұрғыдан баға беріп жатырмыз. Жалпы біздің осы өзіміздің жобада эфирге шыққаннан гөрі, қазір міне тікелей эфирде шығып, транспорт министрі, кәсіподақтар, ұшқыштардың, жаңағы лизингке алған компанияның өкілдері, мына жақта сақтандыру компаниясының өкілдері, ана жақта азаматтардың өкілдері, жаңа ағайындары шығып, осылай болып еді деп жаңағы айтылып жатса, меніңше тазару басталады. Құдай басқа бермесін, бұған дейін де апаттар болды. Жаңа Расул айтпақшы, неге біз тиісті тағылым алмадық? Болды, бір апта қайғырдық, бір-бірімізге Фейсбукта көңіл айттық. Ұмытылды кетті. Ал осы жерде ертең жасыратын жоқ. Мен біреудің қанын ішкім келмейді. Бірақ бір дөкей отставкаға кету керек. Бір сақтандыру компаниясы банкрот болу керек. Бір әуе компания келіп басын иіп, ана отбасыларын емес, елдің алдынан ертең сол билетке, сол компанияға билет алған азаматтардан кешірім сұрап, мен сіздерге кепілдік беремін. Сол ескі құсқы ұшақпен мен де ұшамын деп, неге сол компанияның президенті соның эконом классында отырмайды? Мен міне сіздермен бірге отырмын деп. Баяғыда ана Қазақстан қонақ үйін тапсырған кезде соның сәулетшісі, авторы сынақ жасағанда 25-ші қабатында тұрды дейді ғой. Мен кепілдік берем деп. Сол сияқты олар неге сол елдің ішінде жүріп, міне осы компанияның қожайынымын, мен бас менеджермін, мен сізбен бірге эконом класста ұшып келе жатырмын, менің де отбасым бар, мен де кепілдік берем десе, басқаша атмосфера болады, басқаша моральдық психологиялық ахуал болады. Сондықтан мен өз басым билікті де шақырамын. Осындай Құдай басқа бермесін, бірақ қоғамды маңызды, үлкен, жалқы болса да жалпы ойға жетелейтін оқиғалар міндетті түрде ашық эфирде әртүрлі тәуелсіз сарапшылардың қатысуымен талқылануы керек. Біздің меніңше бұған қоса енді барлық қазіргі мәселелерді сырып қойып, аза тұту күні жариялану керек. Барлық әзіл-сықақ, көңіл көтеретін нәрселерді қойып, бұл шынымен ұлттың, мемлекеттің қасіреті. Сондықтан осы мәселелерді меніңше билік орындары болсын, баспасөз болсын, халықпен, қоғаммен бірге болу керек. Олай болса, осымен біздің шұғыл эфиріміз тамам. Осы бар қазір жарақат алып ауруханаға түскен барша ағайынның аманшылығын тілейміз. Қатарға қосылсын, құрбандардың саны осымен тоқтасын. Бүкіл отбасыларына қайғырып біз көңіл айтамыз. Еліміз аман болсын. Ұшақта жүрген, пойызда жүрген, көлікте жүрген ағайын аман болсын. Аманшылықта кездесейік. Эфирде болған Дос Көшім, Расул Жұмалы және мен Әміржан Қосам.